Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тропикалық Африка елдері. Африка аумағы жағынан Еуразиядан кейінгі әлемнің екінші ірі материгі. Тарихи географиялық тұрғыдан солтүстік және тропикалық Африка болып бөлінеді. Халқының саны 1 миллиардтан астам. Қазір кезде оның аумағында 55 мемлекет орналасқан. Африканың тарихы өте бай. Оның территориясында ежелгі Египет, Карфаген, Нубия сияқты адамзат тарихының өркениетіне үлес қосқан мемлекеттер орналасты. Ұлы географиялық ашулар кезеңінде бұл құрлық еуропалық отарлаушылардың талап тонауына ұшырап, 20 ғасырдың басына қарай толығымен отарланды. Осы аралықта Африка әлемнің құл базарына айналды. Африка құрлығының ең көп бөлігі Франция мен Ұлыбританияның еншісіне тиді. Сондай-ақ Италия, Португалия, Испания және Бельгия елдерінің ауқымды колониялары болды. Тропикалық Африканың алғашқы тәуелсіз елдерінің бірі алтын жағалауы деп аталған Гана болды. Ол 1957 жылы Кваме Нкруманың басшылығымен Британия империясынан тәуелсіздік алды. 1958 жылы Франциядағы саяси төңкерістерден кейін Шарль де Голльдің ұсынысымен тәуелсіздікке қол жеткізген ел Гвинея. Тәуелсіздік алғаннан кейін ол КСРО-ның ірі саяси экономикалық одақтасына айналды. 1960 жыл. Африка жылы. Осы жылы бірден 17 мемлекет тәуелсіздікке қол жеткізді. Олардың ішінде аса ірі британдық колония Нигерия мен Бельгиялық Конго ерекшеленді. Алғашқысы халқының санымен ерекшеленсе, екіншісі пайдалы қазбаларының байлығымен көзге түсті. Алайда екеуінің де ұқсас тұсы әртүрлі халықтар мен тайпалардың көптігі және олардың арасындағы тартыстардың болуы еді. Сондықтан тәуелсіздік алғаннан кейін Нигерия мен Конго Демократиялық Республикасында тартыстар басталып кетті. Осы күресте кейін Африканың символдарының біріне айналған Патрис Лумумбаның есімі танымал болды. Дегенмен тәуелсіздік пен бірліктің бастауында тұрған бұл адам қарсыластарының қолынан қаза табады. Қазірде Конго Демократиялық Республикасы мен Нигерия зор әлеуметтік экономикалық күшке ие бола тұра, әлемнің артта қалған елдерінің қатарында қалып отыр. Отарлық жүйенің жойылуы бірқатар елдерде ақ нәсілдердің, яғни еуропалықтар мен олардың ұрпақтарының билігін толық құлата алмады. Мәселен, Африканың шығыс бөлігінде орналасқан Кенияда еуропалықтар халықтың 20%-ын құраған болатын. Соған қарамастан, олар елдің әлеуметтік, саяси және экономикалық өмірін қолында ұстады. Отарлық империясын сақтап қалуды көксеген Португалия ұзақ соғыс қимылдары мен адам шығыннан кейін ғана Ангола, Мозамбик, Кабо-Верде елдеріне егемендік берді. Алайда бұл қуанышты азамат соғыстары мен ашаршылықтың қасіреті аяқ асты етті. Аймақтағы қақтығысқа Куба, КСРО, Оңтүстік Африка Республикасы тартылды. 1990 жылы Африканың ең соңғы отары Намибия Оңтүстік Африка Республикасынан тәуелсіздік алды. Оның тәуелсіздік алуы өте күрделі жағдайда жүзеге асты. Бұл процеске Біріккен ұлттар ұйымы, Оңтүстік Африка Республикасының өзі және де көрші Ангола еліне әскерін енгізген Куба басшылығы қатысты. Тропикалық Африканың алғашқы тәуелсіз елі Оңтүстік Африка Республикасы еді. Ол 1910 жылы Британиядан доминион статусына ие болып, бірте-бірте толық тәуелсіздікке қол жеткізді. Оның өзге тропикалық Африка елдерінен ерекшелігі еуропалықтардың үлес салмағы, экономикалық жоғары деңгейі мен дамыған инфрақұрылымы. Елдегі толық билікке ие болған ақ нәсілдер өздерінің билігі, мүлкі мен құқығын қорғау мақсатында қара нәсілдердің құқықтарын шектеген заңдар жинағын қабылдады. Олардың бұл саясаты апартеид саясаты деп аталды. Апартеид нәсілдік белгілеріне бола байырғы тұрғындарды арнаулы орындауда оқшауландырып ұстау арқылы саяси, әлеуметтік, экономикалық және азаматтық құқықтарынан айыратын нәсілдік кемсітушіліктің шектен шыққан түрі. Апартеидке қарсы күресті өмірінің 25 жылын түрмеде өткізген саяси қайраткер Нельсон Мандела жүргізді. Ол Оңтүстік Африка тұрғындары үшін екінші Махатма Гандиге айналды. Оның жетекшілігімен апартеид тоқтатылып,
нәсілшілдік заңдар жойылды. Қазіргі таңда Оңтүстік Африка Республикасы Африка құрлығының ең дамыған елі. Айта кететін бір жайт, Оңтүстік Африка Республикасы ядролық қаруға ие бола тұра, одан бас тартқан елдердің бірі. Отарлық империялардың жойылып, Африканың тәуелсіздікке қадам басуы қара құрлықтағы мәселелерді шеше алмады. Керісінше, олар өршіп, Африка мәселесі жаһандық мәселеге айналды. Ондағы этникалық және діни қақтығыстар, әскери төңкерістер, ашаршылық, жұқпалы аурулардың таралуы, су тапшылығы, қару-жарақ және адам саудасы сияқты күрделі мәселелерді шешуге кедергі келтіруде.